Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте оңай және өте дәмді рецепт ұсынамын. Бір салмадан екі түрлі әдіспен бөректер және рулет дайындаймыз. Қонақ дастарханға, самсаның жанына қоюға керемет тіске басар. Дайындалуы әдеттегідей оп-оңай, құрамы қолжетімді, ал дәмі керемет. Бисмиллах деп бастаймыз. Салмасына брынза қажет болады, оны ірі үккіштен өткізіп алдым, және бір қысым, яғни бір пучок шпинат шөбі қажет. Шпинатты ірілеу етіп тураймыз, қатты майдаламаймыз, себебі піскен кезде көлемі едәуір кішірейеді. Оригинал рецепт бойынша осы шпинат шөбі қолданылады. Егер табылмай жатса, онда салат жапырақтарымен немесе өзіңізге ұнайтын кез келген аскөк түрімен алмастырыңыз. Менің брынзам тұзды емес, сондықтан аз ғана тұз қосамын. Брынзаңыз тұзды болса, тұз қосып қажет емес. 2 жұмыртқа қостым. Салмамызды мұқият араластырамыз. Маған дәл осы шпинат брынза салмасы қатты ұнайды, сонда ерекше және дәмді. Қалауыңызша тауық етімен, тартылған етпен, картоппен де дайындауға болады. Келесі кезекте қамырын жаюға кірісеміз. Менде осындай 800 грамм слоеное дрожжевое тесто, яғни қатпарлы ашытылған қамыр. Мен оны 2-ге бөлемін. Себебі бір бөлігінен рулет дайындап көрсетемін, ал екінші бөлігінен бөректер дайындаймыз. Онды себелей отырып, барынша жұқа етіп жаямыз. Әрине, ашытқысыз қатпарлы қамырмен де дайындауға болады. Жалпы қатты айырмашылығы жоқ. Видеоға лайк басып, кез келген пікір қалдыруыңызды сұраймын. Әрбір лайк, әрбір пікір менің каналымның дамуына әсер етеді, және ары қарай сіздер үшін пайдалы және қажетті рецептерді түсіруге шабыт береді. Ұнамаған тұстары болса да пікірге жазып кетіңіз, сыни пікірлер де қабылданады. Қалыңдығын 2-3 мм етіп, барынша жұқа етіп жаюға тырыстым. Салмамыздың жартысын орналастырамыз. Біркелкі етіп жайғастырамыз. Қамырдың тек жоғарғы бөлігін ашық етіп қалдырамыз. Видеодағыдай шеттерін бекітіп, рулет етіп ораймыз. Сонда салмасы ағып кетпей, рулетіміз әдемі болып піседі. Мұндай рулетті дайындау бөректермен салыстырғанда әлде қайда тезірек. Рулетіміздің тек беткі бөлігін пышақпен осылай қиғаш етіп кесіп шығамыз. Пісу барысында осы тесіктер арқылы артық ауасы шығады рулеттің, және піскен соң осы кесінділерге байланысты біз порцияларға бөліп шығамыз. Бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт қосып, үстінен жағып шығамыз. Сәндік үшін күнжіт себеміз. 190 градусқа дейін қыздырылған пеште әдемі болып қызарғанша пісіреміз. 25-30 минуттай уақыт кетеді. Осы уақытта бөректерімізді дайындауға кірісеміз. Он себелеп, барынша жұқа етіп қамырымызды жайып аламыз. Жайылған қамырды 4-ге бөлдім. Әрбір бөлікті тағы да жұқартып жайып алып, осындай 3 бұрышты қамырлар шығатындай етіп бөліктерге бөлдім. Бізге рогалик секілді етіп орау керек, сол себепті 3 бұрышты қамырлар қажет. Әрбір бөлікке салмамызды орналастырып, видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Салмасы ағып кетпеу үшін 2 ұшын бекітеміз, ораймыз, және де ұшын осылай созып орасаңыз өте әдемі болып шығады. Осындай сүп-сүйкімді бөректер шығады. Қаласаңыз 3 бұрышты қамырды үлкенірек етіп, яғни ұзынырақ бөректер дайындауға да болады. Каналға әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Жақын арада керемет пайдалы видеолар болады. Бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт қосып, үстінен жағып шығамыз. Сәндік үшін күнжіт себелейміз. 190 градуста әдемі болып қызарғанша пісіреміз. Рулетіміз осындай болып шықты, іші толықтай піседі, дастарханда өте сәнді көрінеді. Бұл рулетті французский рулет деп те айтып жатады. Бөректеріміздің бейнесі осындай сүп-сүйкімді, қытырлақ және сондай дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео рецепт ұнады деген үміттемін. Лайк басып пікір қалдырыңыз. Дастархандарыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.